Владимир Федосеев, Джеффри Шонг, Фиде Гранд Суис. D4, D5, C4, E6. Вәзір гамбиті, AC3, A6, CD, ED. Айырбастау варианты, піл G5, піл E7, E3. Рокировка, піл D3, H6, және піл F4. Мына жерге барған жоқ, мына жерге келдім. C5, AT3, AC6, рокировка. Алдық, және піл D6. Піл негізгі орталыққа келді. Сіз пілді жерге қоясыздар, өткені егер алатын болса, бұлай аламыз да, болашақта D5-тегі сарбаз осал болуы мүмкін. Екіншіден мына өрт сөндіргіш немесе өрт қорғаушы аттың көзін жоясыздар. Ат G6, уәзір E2. Борисович Спасский не еді? Егер де уәзірді қоятын жер жоқ болатын болса, онда E2-ге қойды. Алдық, және тура E8. Бірден мына сарбазға шабуыл жасау. F4. Қорғаймыз. Уәзір B6 шақ, патша H1 және ат E3. Бұл ат деген 8 аяқ, мына жерге шабуыл жасап тұр. Ат A4. Сен мынаны алатын болсаң, біз мынаны аламыз деген сияқты. Уәзір D4, тура F3. Кімді есімізге түсіреміз? Филидорды 3 және 6 қатардың қаншалықты маңызды екенін осында кезде сіздер білесіздер. Уәзір A4 алдық. Енді мына пілді салыстыруға келмейді. Мына пілдің мүмкіндігі шектеулі сарбаздар, ал мына піл деген керемет пілдердің бірі. Уәзір B4, F5 кеттік, тек қана алға, қазір F6 деп сарбаз шеге мына патшаның қорғанысын, патшаның қоршауын толығымен бұзып өтеміз. Бұлай, және уәзір F4. Айырбастамаймыз, өйткені бізге айырбастау қажет емес. Біз тікелей бүкіл уақытымызды осы патшаға жұмсаймыз. Уәзір C7, тура E1, тарыш ережесіне сәйкес қорғаймыз артынан. F6 және тура E3. Піл D7, уәзір D4, енді мына байлау әдісінен құтылу. Алдық, және F6 тез арада мына патшаның жағдайы қиындап кетейін деп тұр. Егер де бұлай алатын болсаңыздар, онда уәзір F7 және мына H7-ге мат қоясыздар. Піл C6, уәзір C4, байлау әдісі. Бірақ мына сарбаз шеге екен білесіздер. Тамаша. D8, G3, бәрібір мәжбүрлейік деп атырмыз. Тура D7, уәзір H4. Бұлай алып, содан кейін уәзір H6 деген әрекет жасау. Тура E6, тура F1, артынан орналастырамыз. Қорғаушысы бар, сөйлейтін сөзін алдық. Енді қалған еді аса қиын емес. Шах, бұлай, және осымен бұл енді бұндай деңгейдегі шахматшылар үшін бұл қиын емес, ешқандай қиындық жоқ, өткені шақтардан құтылады. Міне, шешуші шешімдердің бірі, міне мына жерде байқасаңыздар, мына пілдің мүмкіндігі әрине шектеулі. Осыған мән беру керек. Жалпы фигураларды міндетті түрде іске қосу керек, қоспасаңыз, мынаяқта 0-0-7 болатын болса, бұлай уәзір D4 және тура F3, мынадан кейін жағдай қиындап кетті.